Ислам, сені шақырдық, енді шымылдық жабылады. Кішкене ретін өзгерттік, қызық болсын деп әйтпесе, қатысушыларымыз қуанудан қалды енді. Шымылдық жабылған кезде бұрын айқай, шу, қуаныш, қобалжу деген болатын еді. Қазір бірден барлығы қалыпты жағдай болғандай расыменен. Ал дайынсың ба үміткер қарсы алуға? Көңіл-күйің жоқ сияқты, не болды? Әлде ауа райына байланысты? Иә, сол ауа райы шығар. Бұлайша негіз дайынмын. Түсінікті. Ендеше қошеметпен ортаға үміткеріңді шақырамыз. Келіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Жадыра. Жадыра? Жадыра, қуаныштымын. Жасыңыз? 26-та. 26-та, түсінікті. Неге ислам? Исламның маған сымбаттылығы, сыпайы, және өзі қалай ұстай білетіндігі, және ермінезділігімен ұнады. Түсінікті, ал ислам? Рахмет. Келгеніңізге мен таңдап, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, кішкене немен айналысасыз? Өзіміз жайлы. Туған жерім Өзбекстан, ұлтым қазақ, руым табын, кіші жүз. Табын, кіші жүз. Жұлдыз жорама, су қиғыш, отелей. Так. Басқа қандай? Алматыда немен айналысасыз? Кіммен тұрасыз Алматыда? Жұмыс істеймін. Сән салонында шаш мастер болып. Кіммен тұрасыз Алматыда? Ата-анаңызбен тұрасыз ба? Иә, ата-анаммен. Біз негізі 3 ағайындымыз. Ағам, сіңілім, және мен. Ағам үйленген, сіңілім тұрмыста. Сол, мамамдармен бірге тұрам. Әкем дүниеден өткен. Түсінікті. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытында сол мамандығым бойынша журналдар оқимын. Өзімнің өйткені жаңадан неше түрлі прическа, неше түрлі покраскалар шығады ғой. Сол бойынша оқимын. Жалпы жоғары оқу орнын бітірдіңіз бе? Иә, қаржылық бөлімінде. Қаржы? Мамандық бойынша жұмыс істегіңіз келе ме, жоқ әлде осы? Мен кішкентайымнан осы хоббиім болған. Осы мамандығым қазір істеп жүрген сән салонында қаржылық бөлімде оқыған мамандық бойынша істеген жоқпын. Сол сән салонында жұмыс істеймін. Болашақта соны жалғастырасыз ғой, иә? Иә. Өз мамандығыңыз. Иә. Түсінікті. Шахан, қатысушылар көмектесірсек кішкене. Сенде мүлде сұрақ жоқ па не? Бүгін ауа райы қатты әсер етіп отырған сияқты исламға олай істеуге болмайды негізі. Ислам былай жасайық, сен ойлан, сұрақтарыңды дайында. Қазір жарнамаға кезек. Біздің байланыс желіміз ашық. 8809-080-99-99 біздің нөміріміз. Хабарласыңыз. Біз құпия таңбаны атаған көрермен жеңімпаз болады. Сәттілік тілейміз. Ал ислам, уәде бергендей өзің сұрақ қоя ғой? Иә, бір сұрақ туындады. Бірақ сұрақ қой? Жоқ, негіз шыға береді қазір арт-артынан. Сұрайын деген, сіз болашақта екеуміз арамызда бәрі жақсы болып кетсе, үйде отыруға дайынсыз ба? Иә. Толықтай, иә? Иә. Мен байқағанымша сіз өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көретін сияқтысыз. Шынымен де отыра аласыз ба үйде? Әлде 1-2 жылдан кейін жұмыс істеймін деп шықпайсыз ба? Енді әрине өз жұмысыңды сүйіп істейсің ғой, но бірақ жұбайың рұқсат етпей жатса, конечно, үйде отырасың. Уақыттың өтуімен продолжать етуге болады ғой. Любой жерде істей беруге болады, например, менің жұмысымды, менің мамандығымды. Түсінікті, рахмет. Содан кейін сұрайын деген, өнерге бір қатысыңыз бар ма? Жоқ, қатысым жоқ. Өнерге жоқсыз, иә?
түсінікті. Бұл менде сұрақ бітті. Мәссаған. Қатысушылар. Сонда бүкіл жарнама бойында екі-ақ сұрақты ойлап таптың ба? Жоқ, мен негізі Жақсы. ойлағанда Өркен қойсын сұрақты. Қош келдіңіз, керемет таңдау. Сізге жалпы жас мәселесі туындамай ма келешекте? Білмеймін, мен өзіме. Бір жас айырмашылық. Жоқ. Ислам сағанша? Алдында айтып кеткен болатын, сөйлесіп көреміз, егер де сезілмейтін болса, онда... Сенің жасың, Ислам? 25-те. 25-те. Бір жас. Және тағы бір сұрақ, Ислам, егер болашақта бәрі жақсы болып жатса, екеуінде жарыңның сенің тегіңді алуы тиіс па? Ойламаппын, бірақ тиіс, негізі тиіс. Міндетті. Сіз дайынсыз ба оған? Жадыра? Ау, Сіз оған дайынсыз ба? қандай сұрақ болды? Фамилия. Иә. Тегін алуға дайынсыз ба, яғни фамилиясын Исламның? Түсінікті. Ендеше шымылдық? Ислам? Шымылдық па? Иә, шайқ. Жақсы. Қош кеттім ғой, қайда кетіп баратыр, не болып кетті деп өзім түсінбей қалдым ғой. Бірден ұнатқан сияқты Ислам, иә? Түсінбей қалдым ғой. Мен де. Өзінде. Исламның өзінің ойлап тапқаны. Сәлем. Сұрақ жоқ, кете берейік деген ғой. Ислам енді ер жігіттің екі сөйлегенін білесің ғой, өрген екендігін. Сондықтан... Жоқ, кете берейік, ол кеткенмен қазір көреміз ғой, әлі сөйлеспейік. Мен енді кеттік ЗАГСқа барамыз деп отырған Ендеше жақсы, барлығы түсінікті, мен үшін сырласып бөлмесіне шығарып салайық екен, иә? Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Қызық тосын сыймен. Ертең 12-де Еуразия бірінші арнасында сіздерді күтеміз. Қызықтарымыз бар. Міндетті түрде көріңіздер. Ертең кездескенше күн жақсы болсын.